Сәлем достар, бұл курстың алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Сіздерге бастамай тұрып айта өтетін тағы да бір айтарым бар, сөзім бар. Яғни бұл курсқа келгендердің көпшілігі бір ерекше фишканы іздеп келеді. Яғни бұл курстан ерекше бір хак дейді, лайфхакты іздеп келеді. Яғни бір кнопканы басқан кезде каналды өсіп кететіндей, немесе тағы бір нәрсе болатындай үміт артып келеді. Яғни сондай үмітпен сатып алады. Бұндай өмірде болмайтын нәрсе. Яғни андай бір накрутка жасап алудың тағы бір амал жолдарын мен сіздерге көрсетпеймін. Мен сіздерге көрсететін негізгі факторлар бар. Яғни көпшілігі мен ютубермін, мен анаумын, мынаумын, мен 200 мың подписчик бар дейтін балалардың өздері жаңадай WhatsApp'тан жазып көп нәрсені біліп жатады. Сондықтан да мен сіздерге айтатын негізгі базалық қателіктерді бүгін мен сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан да ең бірінші сабақ қандай тақырыпта? Қандай канал ашқан дұрыс? Бұл сұрақ барлықтарыңызды мазалайтыны анық, білемін. Сондықтан да сіздерге айта өтетін кеңестерімді мен сіздерге беруді жөн көрдім. Қандай канал ашқан дұрыс? Ең бірінші маған осы сұрақпен күніне 10 шақты адам жазады. Енді шынын айтқанда кейде 3-4 сообщениемен оянасың, жаңа түнде жазып жібереді, уақытқа қарамайды деген сияқты. Кәдімгідей кеш батқанға дейін неше түрлі адамдар жазып жатады, барлықтарына барымша жауап беріп жатам. Бұл жерде аудитория 3-4-ке бөлінеді. Жаңадан бастап жатқандар, бастап кеткендер, подписчик просмотр жинай алмай жатқандар, және де уже подписчик просмотр жинаған, бірақ ақша табуды көбейте алмай жатқандар бар. Сол сияқты тағы да басқа уже төртіншісі уже қандай контентке байланысты біраз сұрақтарын қойып жатады. Сондықтан ең алғашқы бастап жатқан адамдардың, мынандай кішкентай жасөспірімдердің, братан, қандай канал ашқан дұрыс? Немесе аға айтыңызшы, қандай канал ашайыншы? Маған айтыңызшы, өтетін канал айтыңызшы, не ашсам болады деген сұрақтар өте көп келеді. Бұл жерде мен барлығына жалықпаймын. Бір жауабым бар, яғни сенің қабілетің неге келеді? Нені жақсы көресің? Нені жасағаннан сен ерінбейсің? Нені жасағаннан сені құлшынысың арта береді? Сол нәрсені жасау керек. Ол мысалға тамақ жасауды жақсы көретін адам, ол өмір бойы тамақ жасағаннан ләззат алатын адам да. Просто соны видеоға түсіру керек деймін да. Мысалға, сен тамақ жасағанды жақсы көресің, бірақ та YouTube'та сделай сам деген контент жарып жатыр да, мысалға. Әртүрлі қағаздардан бір нәрселер жасап, лайфхактар көрсетіп деген сияқты бір контент жарып жатыр. Сен соны жасағың келіп тұр. Бірақ сен тамақ жасаған жақсы көресің. Сондықтан да осы жерде барлықтарымыздың қателесетін бір ең бастамасынан қателесеміз. Яғни сен өзіңнің жақсы көрмейтін нәрсеңді жасағаннан сен ләззат алмасан, сен одан ертең тауың қайтып қалады. Сондықтан да сен бірден өзіңді өшіріп алмай тұрғанда нені жақсы көретінді анықтап алған дұрыс. Сол үшін де сіздерге ең алғашқы тапсырма дәл қазір видеоны паузаға қойып қойыңыз да, нені жақсы көрем, қолымнан не келет, нені жасағаннан кайф алам деген сияқты сұрақтарға өзіңіз жауап беріңіз. Мысалға, мен жүгірген жақсы көрем, киім алған жақсы көрем, қыдырған жақсы көрем, тамақ ішкен жақсы көрем, не бар тағы, прикол, анекдоттар айтқан деген сияқты, әртүрлі бір билеген деген сияқты өзіңіздің жақсы көретін іс-әрекеттеріңізді, күнделікті өмірде қолданатын нәрселеріңізді жазыңыздар. Мысалға, біреулеріңіз ауылда тұруларыңыз мүмкін, мен қой баққанда ләззат аламын, далада жүргенде деген сияқты, көбіне уақытым сол жаққа кетеді деген сияқты. И соны жазу арқылы сіздер ең бірінші каналыңыздың негізгі қаңқасын құрасыздар, фундаментін тұрғызасыздар. Түсінікті ғой? Яғни сіздер өзіңіз жақсы көретін нәрсені қазір анықтау арқылы сіздер үлкен үйдің, үлкен каналдың кірпішін тұрғызасыздар. Алғашқы фундаментін құясыздар. Сондықтан осы жерден сіздер ең алғашында қателеспеңіздер.
Мысалға біреулер ән айтқан жақсы көруі мүмкін, біреулер өлең жазғанды жақсы көруі мүмкін. Екеуі екі түрлі нәрсе. Сондықтан да бұл жерден дұрыс форманы қалыптастырып алайық. Яғни сіздер дәл қазір қағазға жазасыздар, сосын елестетіп көріңіздер. Осы мен жақсы көретін нәрселер арқылы мен жақсы көретін жаңағы хоббиларымды кім қандай мақсатта қолданып жүр. Яғни сіздер өздеріңіздің конкуренттеріңізді. Конкурент дегенде бұл жерде сразу конкурент анықталмайды, әрине. Бірақ та лайфстайл деген формат бар. Ол өзінің өмірін көрсету, достарымен араласу, анда бару, мұнда бару, күнделікті бір қызықты бір нәрселер жасауды видеоға түсіріп салады. Және де ол өтеді. Бірақ мен сіздерге айтайын, бұл өте қиын форматтың түрі. Лайфстайл, күнделікті өмір. Яғни бұл жерде не жазам, нені көрсетем деген сияқты миыңызға сыйғыза алмайтын дүниелер жасау керексіз. Және де бұл сізге кайф әкелмесе, сіз өзіңізді көрсетуден уже ерініп, жалығып кететін болсаңыз, біреулердің сөзіне сеніп, таста деген нәрселерге уже тауыңыз қайтып, сынып жататын болсаңыз, онда сізге бұны бастамау керек. Түсінікті ғой? Яғни сіз нені жақсы көресіз, соны жасаңыз. Ал сіз нені жақсы көретін нәрсеңізді жасаған кезде сізге бұл канал, яғни бұл YouTube сізге жетістік алып келеді. Түсінікті ғой? Мен мысалға өзімнің айналысатын саламды YouTube-қа арнадым. Инженер-маркетолог деген каналымды білесіздер. Яғни мен ол жерде аз да болса өзімнің білгеніммен әйтеуір бөлісіп жүрмін. Барлығымен емес әрине. Бірақ білгеніммен мынау керек-ау деген нәрселер, тақырыптарды жазып бөлісіп жүрмін. Және де соның арқасында мен көптеген клиенттер алдым. Бұл жерде мен каналымны тағы да айтайын, сразу WhatsApp-қа жазатын адамдар көп. Маған реклама жасашы, пиар жасасы дейді. Пиар дейді. Осы жерде қателеседі. Пиар дегенді мағынасын білмейді, еще пиар деп жасайды. Жазып жібереді, пиар жасап берші деп. Менің каналым мүлдем пиар жасауға, реклама жасауға арналмаған. Менің каналымда ондай пиар жасайтындай да просмотр жоқ. Менде тұрақты көрермендерім бар. Олардың барлығы тоже блогерлар, сіздер сияқты. Бастап кеткен, енді бастайын деп жатқан. Сондықтан да бұл жерде менің аудиториям сондай. Сол үшін де сіздер өзіңіздің аудиторияңызды біліп, өзіңіздің аудиторияңызға арнап контент жасау керексіздер. Ендеше, ең алғашқы сіздер өзіңіздің қабілеттеріңізді жаздыңыздар, және де соған қатысты не жасауға болады. Мысалға, сіз бір химиялық реакциялар жасауды жақсы көретін шығарсыз. Мысалға алып қарайық. Яғни сол реакциялар жасауға не керек? Қолда материал бар ма? Және де қандай нәрселер жасай аласыз? Сондай эксперименттер жасайтын канал ашсаңыздар, мүмкін сіздің каналыңыз қазақ тілінде ең алғашқысы болып теуіп кету мүмкін. Сондықтан да барлығын эксперимент жасаудан қорықпаңыз. Менде сіздерге өзім тәжірибемен айтып отырмын. Ең алғаш канал ашқан кезде, ең бірінші видеоны салған кезде негатив болады міндетті түрде. Сондықтан да оған мойын ұсынбаңыздар, еш қарамаңыздар, тек қана вперед деп алға қарай баса беріңіздер. Ендеше, қандай канал ашқан дұрыс? Айттым, жақсы көретін, кайф алатын, ерінбейтін, жаңағыдай қабілетіңіз келетін. Не үшін бұл қабілеттер міндетті түрде болу керек? Өйткені сіздер ертең видеоны түсіріп жатып, неше түрлі нәрселер жасап тастадыңыздар. Уже андай период болады, сіздерде дым жасағыңыз келмейтін. Яғни шаршайсыздар, қойшы осын тастай салайыншы деген сияқты. Еще оның үстіне жаңағыдай комментарийлер кетіп жатыр. Не мынау, отстой деген сияқты негативный комментарийлер кетіп жатыр. Оның үстіне сізге добавляться етіледі. Сондықтан да ондай кезде сіздер ешкімге мойымай боқтап жүрді ма, сыпайы жауап беріңіз. Негативны бір нәрсе білдірді ма, рахметпен, алғыспен жауап беріңіз. Өйткені ол сізді анағұрлым күшейте түседі. Мысалға, тағы да комментарийға қатысты бір тәжірибе.
маған неше түрлі басында боғауыздар келген болатын. Яғни не оттап отсың, мен енді жұмсақ қылып айтып отырмын. Өзің каналын дамытып ал, шеш бірінші, біреуге ақыл айтпай деген сияқты ше. Сондай адамдар жазды. Боқтап жазып жіберді еще. Мен оларға бүйтіп жауап беремін. Жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Сіз менің каналыма дамуына атсалысқаныңыз үшін сізге шексіз рахмет айтам. Аман болыңыз деп жазып жіберемін. Өзіңізді жаңағы жазған адамның орнына қойып көріңізші. Не деп ойлайсыздар? Осындай күшті бір метод бар. Соны барлықтарыңызға бастамай жатып айтып отырмын. Яғни кез келген комментарий, кез келген просмотр ол сіздің каналыңыздың дамуына әсер етеді. Сол үшін де бұл адам сізге көмектесті деп қабылдаңыз да. Түсінесіз бе? Болды. Келесі, мен сіздерге қысқа ғана шолу өтейін. Қандай канал ашқан дұрыс?